Өте дәмді алма қосылған пирог жасайтын боламыз. Оған керекті заттар: 3 жұмыртқа, 100 грамм қант, араластырамыз. 90 грамм ерітілген май немесе маргарин. Араластырамыз жақсылап. 100 мл жылы сүт. Тағы да жақсылап араластырамыз. Жарты чай қасық ас содасы немесе разрыхлитель саламыз. Араластырғаннан кейін елегіштен өткізілген ұнды саламыз, 250 грамм. Араластырып болғаннан кейін қабығы аршылған 2 алманы 4 бұрышты қылып турап араластырамыз. Дайын қамырымызды формамызға саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минут пісіреміз. Піскеннен кейін суытып тураймыз. Осындай дәмді, жұмсақ пирогымыз шығады. Астарыңыз дәмді болсын.